жасырамын. Сендер сол жұмбақтың шешуін табыңдар. Іші толған әріпке ғылымдағы жарық не? Барлық ілім-білімнің атасы ол әліппе. Олай болса, балалар, әліппе оқулығының алғашқы құрастырушысы Ахмет Байтұрсынов. Ахмет Байтұрсынов 1872 жылы Қостанай облысы Жангелді ауданы Сарытүбек ауылында дүниеге келген. Балалар, біз Ахмет Байтұрсынов туралы білеміз, иә? Ахмет Байтұрсынов кім? Ахмет Байтұрсынов педагог, ақын, аудармашы, ғалым, публицист, қоғам қайраткері. Өте жақсы, балалар. Еліміздің ұстандығын аңсаған қазақ түзіп, алай жолын бастаған жолын кен ақиқын қыстау. Заманда Ахмет ата білім нәрін су сатқан. Ахмет Байтұрсынұлы біздің жерлесіміз, педагог, ақын, армадашы, ғалым, қоғам қайраткері, ал әліппенің атасы, балаларды оқуға шақырған. Ахмет Байтұрсыновтың көптеген нақыл сөздері бар. Олардың бірі тыңдайық. Басқа елдерден кем болмас үшін біз білімді, бай, һәм күшті болуымыз керек. Білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек, күшті болуға бірлік керек, балалар. Жақсы ма?